Сәлем, қайырлы таң. Мен Гүлфия Абайқызы, мама игропедагог. Және біз бүгін бір күн бойына бірге болатын боламыз. Менің 1 жас 6 ай баламен күніміз қалай өтетінін сіздерге көрсеткім келеді. Және де игропедагог ретінде мен бір күн бойына баламды ойын арқылы қалай дамытамын, қандай ойындар ойнатамын, соның барлығын сіздерге көрсететін боламын. Және де менің өзімнің авторлық 10 қадам атты жобам бар. Күніге 10 минут 10 бағытқа көңіл бөлу арқылы баланы жан-жақты гармонично еш задержкасыз дамытуға болатынын дәлелдеп келе жатырмын. Және де оны қаншалықты ерте бастасақ, соншалықты жақсы. Мен қазір баламды оятамын. Әдетте мен одан сәл де болса ертерек тұрып, өзімнің шайымды ішіп, өзімнің настройкаларымды келтіріп алуға тырысамын. Өйткені егер менің шаруам істелмеген, мен оңаша да шай тамағымды ішпеген, кітабымды оқи алмасам, онда күніге менің кішкене көңіл күйім болмай жүреді. Сондықтан ең бірінші өзім ертерек тұрып, өзімнің настройкаларымды келтіріп, өзімді жақсы бір бапқа салып аламын, содан кейін барып балаларға кірісемін. Алғашқы прикорымнан бастап балаларға беруге болатын 100-ден аса рецепттер жинағын жасақтаған болатынбыз. 10 қадам қатысушыларына барлығы тегін беріледі. Соған қарап балаларыма таңғы ас, түскі ас, ужин, перекустарды дайындап беремін. Таңғы астан соң баланың көңіл күйі жақсы, ұйқысы қанық, шаршамаған кезінде интеллектуалды ойындар беремін. Сенсорлық көру жүйесіне, яғни көру анализаторларына зейін, аңғарымпаздық дамытуға ойындар беремін. Одан соң жаңа сөз, жаңа ұғым, жаңа ақпарат қосамын. Видеода үлкен, кіші ұғымын үйретудемін. Одан соң сенсорлық есту жүйесіне ойындар ойнатамын. Ұсақ моторика мен қол-көз координациясына ойындар беремін. Жемістер мен көкөністерді қуыршаққа бере отырып, атауларын үйрену, қайталау, содан соң өзімізде жемістерімізді жеп алып, аулаға ойнауға шығамыз. Біз далаға шықтық. Қазір бірінші серуен, ұйықтар алдындағы бірінші серуен. Сондықтан бізде молодец. Максимально активный ойындарды ойнаймыз, шаршатып аламын, содан кейін түс қайта ол жақсы ұйықтайды. Егер мен тактильді ойындарды ойнатқан болсам үйде, онда далада өзіне емін-еркін ойнатуға тырысамын. Егер тактильді жүйеге жұмыс жасамаған болсақ, онда мен максимально далада соны орнын толтыруға тырысамын. Песочницада ойнаймыз, түрлі текстураларды ұстаймыз. Мына жерде шөптермен, гүлдермен де ағаш, шыршалар, шишкалар теру деген сияқты сондай ойындарды да ойнап. Погода онша болмаған болса, жаңбыр болған болатын болса, онда біз үйде түрлі манный крупа, тағы басқа сондай заттармен ойындарды ойнаймыз. Ал қазір енді максимально одан шаршатуға тырысам, осындайлардың барлығына мінеді, түседі, горкаға түседі, жүреді, және де биік төмен пандустарға лестницалардың мінемін. Мына жерде лестницалардың алдындағы пандустардың бәрінде түсеміз, мінеміз, сондай оның барлығы баланың денесінің бұлшықеттерін сезінуге, өзінің икемділігін жақсартуға тырысады. Яғни бала төменге түскен кезде дене бітімін қалай ұстау керек, жоғарға қарай өрмелегенде қалай істеу керек деген сияқты бірдеңеден міну, түсу деген нәрселердің тек қана қауіпсіздігін қарап жүрсеңіздер, бірақ барлық движенияларға рұқсат еткен жақсы. Сонда балалар епсіз болмай, сүрініп қала береді, құлап қала береді деген сияқты проблемалар болмайды. Және де осындай нәрселердің барлығы балансты дамытады. Соның барлығы вестибулярный аппарат дамытады. Негізі далада толып тұрған жерде качелялар бар, әртүрлі айналдыратын, мінетін карусельдер бар. Соның барлығына мүмкіндігінше ойнап барлық стимулдарды қандырып алуға тырысамыз. Құрметті достар, осындай форматта видеолар ұнайтын болса, мен көбірек түсіретін болам. Менің YouTube аккаунтыма міндетті түрде тіркеліңіздер, және де комментарий қалдырыңыздар. Сіздерден кері байланыс күтетін болам. Менің кішкентай каналымды қолдауларыңызды сұраймын. Мансұр, үрле. Үрлейміз. Молодец! Молодец! Өзің үрлетады. Бұл бізде дыхательная гимнастика, және де тактильді сезімдерін дамытатын күшті ойын. Мінекей далада тегін осындай заттардың барлығын қолданып, баланы дамыта беруге болады. Осы качеляны мен өзім жақсы көрем. Бұл вестибулярный аппаратты жақсы дамытады. Және де баланы осылай немесе басқа бағытта салсаңыздар, балансты вестибулярный аппаратты түрлі бағыттарда тербетілу арқылы дамытатын боламыз. Ол өте жақсы. Бұл баланың балансын дамытады. Әсіресе сүріншек балалар, құлап қала беретін балаларға осындай ойындарды көбірек беріп тұрыңыздар.
Бала түскі ұйқысына жатқан кезде кейде бірге ұйықтап демаламын, кейде өзім оңаша шай ішіп келесі күнге ойындар құрастырамын. 10 қадам қатысушыларына арнап осындай сенсорикалық ойындар кітапшасын жасап берген болатын. Сол жерде неше түрлі ойындар бар. Түскі ұйқысынан соң тыныш арт-терапиялық ойындар, сенсорлы бокстармен ойындар беремін. Сөйтіп ұйқысын ашып аламыз да тағы да серуенге шығамыз. Бұл серуен бізде сенсорикалық зерттеу серуені. Сол жерде перекус ішеміз, пикник жасап таза ауада. Содан соң үйге келіп кешкі ас ішеді, апатайлармен, папасымен уақыт өткізеді, суға түсіреміз, кітап оқимыз, ұйқыға жатқызамыз. Мансұр ұйықтап қалғаннан кейін мен ертеңгі күннің тамақтарын пісіруге кірісемін.